Мен бүгін шарлотка пирогын пісірем деп шештім. Оған бізге жұмыртқа, менде 3 жұмыртқа салуыңыз керек. Кішкентай болғасын 4-ін алдым. Одан кейін алма, одан кейін секер, граммдарын бәрін жазып кетеміз. Сосын сұйықтықтарды пайдаланамыз. Разрыхлитель, сода керек. Сосын сүт керек, су керек, сұйық май керек. Одан кейін ең соңғысы 400 граммдай ұн саласыз. Граммдарын бәрін описаниеге салып кетем. Осылай пісіресіз енді. Ең бірінші кезекте секерді аламыз, саламыз. Одан кейін оның үстіне жұмыртқамызды шағып саламыз. Не салып жатырмын? Жұмыртқа пайдалансаңыз болады. Үлкен жұмыртқа болса, менде кішкентай болғандықтан 4 жұмыртқа істедім. Бір қызығы ішінде 2 сарыуызы бар болып шықты. Бір жұмыртқаның ішінен. Қолыммен ұстап деп мән бермеңіздер. Сосын араластырамыз бәрін. Әбден араластырамыз жұмыртқамен. Нені бір жақсы болған миксер керек емес, бір немен жасай бересіздер. Венчиктің көмегімен жасай салсаңыз болады. Өстіп секерін әбден араластырып езіп аламыз. Езбей-ақ қойсаңыз да болады. Су, сұйық май, алдағы пайдаланатын сүттің көмегімен ол еріп кетеді. Мен маған өзіме осылай пирог істеген ұнайды. Бір қызығыдым, миксер пайдаланбай істей бересің. Үстіне сүтті құйдым. Сүтім менің мұздай болды. Жылытып алсаңыздар болады. Су құйдым. Су менің ысы. Бірден ысы суды құйған жоқпын. Жұмыртқам пісіп қалар деп. Одан кейін сұйық майымды құйып жібердім. Бәрін бірден құйып жібересіңдер, араластырып пісіре бересің. Көп хлопотный емес. Разрыхлитель саласыз. Одан кейін сода саласыз. Маған екеуін де пайдаланған ұнайды. Өңір сода қылып, или өңір разрыхлитель қылған ұнамайды. Екеуінен де пайдаланған ұнайды. Бұл жерде 1,5 порция әбден араластырасыз. Секерін езуіңіз керек. Түйіршік болса, пирогыңыз көтерілмей қалады. Осылай араластырасыз. Қарапайым венчикпен істеп жатырмын. Ешқандай миксер жоқ. Видео түсіруге енді болғаннан кейін оны саламыз. Видео түсіруде қателіктер болса мәлімдеңіздер. Бірінші рет видео түсіруім, қолдап қоярсыздар. Мұнда ұнымызға комок болмауы керек. Сметана образны болғанға шейін араластырамыз. Әбден егжей-тегжейлі. Ешқандай уақыт кеткен жоқ. Бас-аяғы дайындауға маған 10 минут 23 секунд кетті. Осылай тез-тез дайындап ала қоясыз. Енді ана комоктардың бәрін кетіруіміз керек. Осында сметана образны болу керек тесті. Консистенциясын қарап алыңыз. Бұл мендегі 1,5 порцияға дайындалған тесті.
шарлоткамды көз алдыма елестетіп кірісіп жатық дейсің ғой. Араластырып енді неге құямыз, табаға құямыз. Майлап алдым. Сізде противен болса противен сала беріңіз. Бізде үйде адам көп болады, жақсы көреді, балдарым бір мезгілде жеп тастайды. Өстіп әбден істегеннен кейін кішкене қойып аласыз, араластырғаннан кейін азғантай демалдыртып, тестаны демалдыртқан сияқты. Содан кейін өстіп скребоктың көмегімен табаға әбден құйып аласыз. Скребок пайдаланған ыңғайлы. Скребоктың бір жақсысы істемейді. Ыдысыңның ішінде аз қамырдың бөлшегі қалады тестіңнен. Осылай салып аласың. Әбден құйып аласың. Майды молырақ құйдым. Астына граммдарын көрсетем. Жалпы противеніңіз болса, сіз противен салып майламасаңыз да болады. Одан кейін алмаларыңызды салып шығасыз. Өзіңіздің фантазияңыз бойынша салып шығасыз. Мен сала салдым, енді қарап отырған жоқпын. Перчатка кимепті деп сөкпеңіздер. Біз өзіміз жейміз, сіздер жемейсіздер. Бірақ пісірсеңіз міндетті түрде көңіліңізден шығады деген ойдамын. Міне осылай. Уже піскеннен кейін қанша градуста пісіру керек бәрін көрсетем. Қандай күшті болып шыққан. Мен 4 бұрышты қылыппын, кесуге ыңғайлы болғасын. Ендігіде дөңгелек қылып ыдысқа салып көрсетем. Мына табаның ішінде прямой. Мұздағанын күтеміз, ыссы кезде. Яқ кешей бергім келеді ғой. Балаларыма қанша кезек пісіріп берсем де жейді. Қандай пышный болып шыққан. Ас болсын, шай ішейкенде пирогпен. Әселпештің 48 литр ма, 42 литр ма несі ғой табасы. Осыны бірақ жейміз ғой біз балдарымыз. 2 мезгіл жесек жемесек бірақ жейміз. Кесу процесі.